Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгінгі өтетініміз бастауыш. Бастауышты тағы бір қайталап өтеміз. Бастауыш тұрлаулы мүшелердің бірі. Бастауыш сөйлемде атау септігінде тұрады. Атау септігі деген кім не деген сұраққа, кімдер нелер деген сұраққа жауап беріп тұрады. Кейбір кезде атау септігінде тұрса да тәуелденіп барып тұруы мүмкін. Сол қалай тұрғанына байланысты сұрақтарда өзгеріп отырады. Бастауыштың 8 сұрағы бар, өткенде қайталадық. Енді бастауыш іс оқиғаның иесін білдіріп тұрады. Негізгі ұйытқы тұрлаулы мүше болады. Бастауыш зат есімнен, есімдіктен, сын есімнен, сан есімнен, етістіктен, үстеуден, одағайдан болуы мүмкін. Дара және күрделі болады, және үйірлі болуы мүмкін. Енді мына сөйлемді талдап көрейік. Мен алдын ала уақытты алмас үшін жазып қойдым. Қазір осы сөйлемді талдап көреміз. Бірінші сөйлемге қарайық. Сынып жетекшісі бізді мектеп үйірмелері тізімімен таныстырды. Сынып жетекшісі бізді мектеп үйірмелері тізімімен таныстырды. Енді осы сөйлемді талдап көрейік. Ең алдымен баяндауышты табамыз. Не істеді? Таныстырды. Таныстырды. Кім таныстырды? Сынып жетекшісі. Бұл яғни бастауыш болады. Қандай жетекші? Сынып жетекшісі. Негізі қай жетекші? Сынып жетекшісі. Негізі жетекші, сынып жетекшісі. Кім деп алуға да болады негізі? Кім сынып жетекшісі? Бірақ жетекші деген әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, ғылыми жетекші болуы мүмкін, гид жетекші болуы мүмкін. Сондықтан қандай деп анықтап алған жақсы сияқты, негізі дұрыс сияқты. Бірақ кейбір кезде бірге де ала салуы мүмкін. Негізі бөліп алған дұрыс деп ойлаймын. Кімді? Бізді. Бұл не болады? Толықтауыш болады. Мектеп үйірмелері. Қандай үйірме? Мектеп үйірмелері. Бізді мектеп үйірмелері. Жоқ, мектеп үйірмелері емес. Несі үйірмелері. Бұл жерде бұл бастауыш болады екен. Қандай үйірме? Мектеп үйірмелері. Нелері, несі деген сұраққа жауап беріп тұр. Бұл жерде ол анықтауыш, бастауыш болып тұр. Тізімімен, немен, кіммен, немен. Бұл толықтауыш болады. Кіммен, немен. Толықтауыш таныстырды. Сонымен бірінші сөйлемді талдадық. Енді екінші сөйлемге қарайық. Үйірме мүшелері қызықты шаралар ұйымдастырып отырады. Не істейді? Ұйымдастырып отырады. Ұйымдастырып отырады. Ұйымдастырып отырады. Кім ұйымдастырып отырады? Үйірме мүшелері. Үйірме мүшелері. Қызықты. Қандай? Бұл анықтауыш болады. Шаралар нелер? Бұл бастауыш болады. Сонымен екінші сөйлемді де талдадық. Енді үшінші сөйлемге қарайық. Әрсен тіл үйірмесінің белді мүшесі. Осы жерде мүшесі деген баяндауыш болады. Кім не дегенде баяндауыштың сұрағы бар. Бірақ бұл жерде кім не деген негізі бастауыштың сұрағына жауап беріп тұр. Бірақ орналасу тәртібіне қарай баяндауыш сөйлемді аяқтап тұру керек. Яғни баяндауыштың орнында тұр. Сондықтан біз оны баяндауыш деп белгілейміз. Осы жерде шамалы мұқият болу керек. Кім? Әрсен. Тіл үйірмесінің. Қай үйірменің? Тіл үйірмесінің. Мынау анықтауыш. Үйірмесінің дегенде кімнің, ненің дегенде анықтауыш. Белді мүшесі. Қандай мүшесі? Белді мүшесі. Бұл жерде күрделі анықтауыш болып тұр. Үш сөз бірдей анықтауыш. Ең соңғы сөйлемге қарайық. Оған журналист мамандығы ұнайтын. Не істейтін? Ұнайтын. Кімге ұнайтын?
оған толықтауыш болады. Журналист қандай? Журналист. Бұл жерде анықтауыш. Мамандығы несі? Кімі несі деген бізде бастауыштың сұрағы. Сонымен сөйлемдерді талдап болдық. Өзі қысқа ғана сөйлем сыйды тақтамызға. Сөйлемді көрейік, жақсы көрініп тұр деп ойлаймын. Міне бізде сөйлемдеріміз. Енді қазір осы жердегі бастауыштарға тоқталып өтеміз. Бірінші сөйлемде сынып жетекшісі бізді мектеп үйірмелері тізімімен таныстырды. Жетекшісі деген бізде үйірмелері деген екеуі де бастауыш болып тұр. Жетекші, үйірме екеуі де зат есімнен болып тұрған бастауыштар. Біріншінде жетекші сі деген бізде менің жетекшім, сенің жетекшің, сіздің жетекшіңіз, оның жетекшісі. Яғни бұл тәуелдік жалғауының үшінші жағында тұрған сөзді тәуелденіп тұрған зат есім. Зат есімнен болған бастауыш. Екіншісі үйірмелері, түбірі үйірме, не. Бұл да зат есімнен болып тұр. Лер деген көптік жалғауы, деген тәуелдік жалғауының үшінші жағы. Менің үйірмелерім, сенің үйірмелерің, сіздің үйірмелеріңіз, оның үйірмелері. Үшінші жақта тұрған тәуелдік жалғанып тұрған зат есім. Зат есімнен болып тұрған бастауыш дейінде отырмын ғой. Келесі сөйлем. Үйірме мүшелері қызықты шаралар ұйымдастырып отырады. Үйірме мүшелері кімдер, кімі? Үйірме мүшелері дегенде дәл жаңағыдай мүше, зат есім, лер деген көптік жалғауы, деген тәуелдік жалғауының үшінші жағы. Үйірме қандай деп белгілеуге де болатын тұғын, үйірме мүшелері деп айтуға да болатын тұғын. Бірақ мына жерде біз үйірме деген өзі біреу-ақ болады ғой деп, үйірме мүшелері кім деп бастауыш қылып бірден алдық. Негізі қандай үйірме деп алуға да болатын тұғын. Келесі сөйлемге қараймыз. Әрсен тіл үйірмесінің белді мүшесі. Бұл жерде де әрсен кім? Бұл жерде зат есім. Жаңағы не болып тұр? Зат есім болып тұр. Бұл жерде жаңағы не дейді? Жалқы есім, жалпы есім дегенде жалқы есім болып тұр. Келесі сөйлем. Оған журналист мамандығы ұнайды. Мамандығы түбірі не? Мамандық. Зат есімнен болып тұр. Ғы деген менің мамандығым, сенің мамандығың, сіздің мамандығыңыз, оның мамандығы. Бұл да үшінші жақта тұрған тәуелдік жалғауы. Жалғанып тұр. Сонымен осы. Егерде балалар сөйлем талдауда түсінбей жүрген сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарияға жазып қалдырыңыздар. Егерде сөйлем талдап үйренгілеріңіз келсе, сол сөйлемдерді комментарияға жазып қойыңыздар. Мен міндетті түрде сол сөйлемді талдап көрсетемін. Каникулды босқа өткізбей, қазақ тілінен алған білімдеріңді толықтырып, естеріңе түсіріп жүрсеңдер, алдағы қыркүйек айында барған кезде сендер қазақ тілден көп қиналмайсыңдар. Барлығы естеріңде тұрады. Онсыз да басқа пәндерді ұмытып қалған болсаңдар, соны қайталап жүресіңдер. Өздеріңе оңай болады. Сондықтан лайк басыңдар, комментарий қалдырыңдар, бірге үйренейік, бірге оқиық. Қазақ тілін білу өте маңызды. Өйткені қандай да бір оқуға түсетін болсаңдар, қазақ тілінен тест тапсырулары мүмкін. Одан қала бере ертең студент болған кезде, болмаса диплом алып, белгілі бір мамандыққа жұмысқа тұрған кезде де сендерге өтініш жазып бер жұмысқа тұру үшін десе, сендер жазатын болсаңдар, егерде қатемен жазып беретін болсаңдар, орфографиялық қателер сендерде жазған нәрселерінде көп болатын болса, ол кезде жұмысқа алушы, яғни жұмыс беруші ойланып қалуы мүмкін. Мынау өте сауатсыз адам екен, мен бұны жұмысқа алмай-ақ қойсам қайтеді дегендей, ол ойланып қалады. Немесе сол сендермен бірге басқа біреуде келетін болса, сен қате жазып тұрып, ал келесі қасыңда тұрған кісі қатесі жазатын болса, онда міндетті түрде сені емес, қасыңда тұрған қатесі жазған адамды жұмысқа алуы мүмкін. Сондықтан қазақ тілі маңызды. Қатесі жазу одан да маңызды. Сондықтан қатесі жазуға байланысты ойларың болса, қай сөздің қалай жазылу керектігін білмей жүрсеңдер, ол туралы да комментарияға қалдырсаңдар болады. Олай болса, менің
жаңағы арнама жазылып қойыңдар, лайк басып қойыңдар, комментарий қалдырыңдар, және міндетті түрде қоңыраушаны басып қойыңдар. Өйткені жаңадан видео салынған кезде сіздерге міндетті түрде хабарлама баратын болады. Білімдерің ашылсын, зейіндерің ашылсын деп мен өздеріңмен қоштасамын. Сау болыңдар балалар.